Кайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Видеоны жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгішесін баса кетіңіз. Жаңа жылға қарай қызылшадан 3 түрлі салат даярлайтын боламыз. Ең бірінші дайындайтын салатымыз фруктовый салат, яғни жемісті салаты. Бізге керек заттар: алма, қызылша, банан, анар, жаңғақ, мейіз, йогурт. Аталған заттардың барлығын 4 тығып турап ыдысымызға саламыз. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне йогуртты құйып араластырамыз. Осымен біздің фруктовый салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәруменге толы, адам ағзасына пайдалы салат. Ас болсын. Ал екінші салатымыз балғын салаты деп аталады. Бұл салатта дәруменге толы, адам ағзасына пайдалы жемістерден құралған салат. Ол үшін бізге картоп, қызылша, пияз, укроп, горох, оливковое масло, яғни сұйық май қажет. Аталған заттардың барлығын 4 тығып тураймыз, ал жуаны ұзынша етіп тураймыз. Көкөністерін барлығын турап болғаннан кейін татымына қарай тұз саламыз. Осымен біздің балғын салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Үшінші салат бізде подшуба деп аталады. Оны барлығымыз білеміз, сонда да жасап көруді жөн көрдім. Жаңа жылда барлығымыз бұл салатты міндетті түрде жасаймыз. Ал бізге керек заттар: балық, укроп, картоп, қызылша, сәбіз, жұмыртқа, майонез. Балықтың басқасын барлығын теркадан өткіземіз, ал балықты ұсақтап турап ең астыңғы жағына саламыз. Әр слой сайын үстіне майонез жағып тұрамыз.
осымен подшубы салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көрсеткен 3 салаттың барлығы да сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео соңында лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.